Бүгін 19 маусым. Міне мына сағат 3-4 шамасында пляжға келдім. Бұл пляжға талай келгем. Осындай жағалау Ертіс өзенінің жағасында, Павлодарда. Осындай жағалау бар, барлығын істеп қойған. Мен пляжға арза боладым, бұл пляжға ешқандай ақша талап етпейді. Келіп, өзің келіп, шомылып, анау беседкаларына отырып кете бересің. Речной вокзал дейді, сол жерден анау пароходтарына отырып бір аралап қайтсаң болады. Сондай жағдай қарастырылған. Пароход көрініп тұр ма? Менің жанынан. Міне пароходы. Бір көріп келуге болады. Аралап. Міне жақсы істелген. Мынау променад. Ертіс променад деген кешке сахналық қойылымдар болады. Аманғали! Аманғали, қайт! Алар таппай қалмайды қазір. Міне осындай керемет жағалау. Да, төбесінен түсіреміз қазір. Төбесінен әдемі көрінетін еді. Павлодар. Жүрді барлық жағдай жасалған. Киім ауыстыратыны бар. Үстіңді тазалайтын, аяғыңды тазалайтын. Бүкіл Евро стандартқа сай ғой. Пляжный волейбол барлығы орналасқан. Тазалығы. Мынау тазалығын қамтамасыз етеді. Тамосиктер бар орын. Күшті. Загар қабылдап осылай жатыр. Мен ана Алматының Қапшағайға бардым. Шардараға барғам пляждарына. Кіретін выходтардың өзі заңда, входтардың өзі не ғой? Платный ғой. Еще мынандай жағдай жоқ қой. Мойындаңыздаршы. Осындай жағдай бар ма? Шардараның пляжын енді айта алмаймын. Қанша бар. Бұндай жағдай жоқ. Еще қалтаңды қағып қайтасың. Бүкіл қала осылай тегін ақ келіп өздерінің заттарын алып шомылып кетеді. Осылай ешқандай ақшаны да қажет етпей шомылып кетеді. Ал Шардарада, оңтүстіктің пляждарында тек ақшаны қағу, одан қалса жаңағыдай жылтыраған нәрселер көп. Бала шағаңды әкесің, ананы әпермен, мынаны әпермен қайтасың. Ал бұлай жерден міне спокойно шомылуға келдің ба, мақсатың шомылу ма? Шомыласың, кетесің. Пароходтар да келіп дарылдап, ар жүрет, бер жүрет. Шардараның менің пляжарында. Жүрді, міне, мақсатың сенің пароходқа неге отыру емес, шомылу ғой неге мақсатың. Мақсатыңа жетіп қайдасың. Ал бізде қалай? Мақсатыңды ұмытып, шомылуыңды ұмытып, жаңағыдай әрдеңеге отырып, банан дейді, басқа дейді. Құлағың, мұрның бәріне су кіріп, жетіп қайтасың. Одан қалса
жаңағы қайықтар дырылдап қасыңа келе береді. Күшті. Мен осы кереметіне таң қалам. Міне жұмыс істелген деген кереметке таң қалам. Енді бұл жерде сол көпшілігі орыстарымыз болғандықтан ешқандай қымсыну жоқ. Европалық үлгіде енді не ғой, пляжға келу ғой. Сөкпеңіздер. Енді жаңағыдай мына жердің бәрі ашық-шашық деп қатты сөгіп кететіндер бар ғой бізде. Қазақшылыққа салып. Ол да дұрыс қой енді. Не істейсіңіз? Менталитетті өзгертетін шамаларыңыз келсе, өзгерте алатын шамаларыңыз болса, онда өзгертіңіздер. Құр шыңғырғаннан ештеңе шықпайды. Соған әрекет жасау керек. Менің өзімнің көзқарасым осындай пляж болу керек. Халықтың менталитеті емес, пляждың көрінісін көрсеткім келіп жатыр. 3 шақырымға созылады. Бұл ар жақтарынан да тағы орналасқан осылай 3 шақырымға созылады. Негізгі пляжы. Жағалау осылай істелген. Киім ауыстыру бөлімі барлығы қарастырылған. Велодорожка шықса, осы жағалаумен кететін велодорожка жүреді осылай. Прогулкамен де жүруге болады енді, прогулка жасап, қыстың күні бар, жүгіріп жүрген ағайындар бар. Осылай тазалықтың адамдары. Қатты қызыл жасыл ештеңе жоқ. Бәрі өзіне сай жасалған. Енді мүмкін біреулеріңізге ұнар ондай жаңағыдай. Маған мысалға сондай жерлерде жүгері сатып, ойыншық сатып сөйтіп кетеді ғой. Сондайлар ұнамайды. Сіздерге ұнамайды. Неге ол? Артық жоқ қой. Артық табыстың ешқандай артық табыс не қылмайды ғой. Артықтық етпейді ғой деп айтуларыңыз мүмкін. Ал бірақ осындай да бір мемлекеттің істелген нәрсесі, жасалған нәрсесі қазғалғанда әдемілік үшін істелген ғой енді. Сол қазғалғанда тұрғанды жақсы сияқты. Енді машинада ойыншық қойғандар, олар заңсыз сияқты бұл жерде. Қалғандардың барлығы заңды жасалып қойылған. Видеоға ұнаса лайк басып қойыңыздар. Каналға тіркеліп қойыңыздар. Осылай Павлодар қаламыз. Павлодардың жағажайы.